Толағай алып туралайды. Ол қазақтың ертегісі. Баяғы заманда бір мерген деген батыр болыпты. Ол батыр өзінің жанұясын аң аулап асырайды екен. Бір күні өзеннің бойында кетіп бара жатқан маралды атады. Сөйтіп маралды мойнына салып үйіне алып келе жатса, ауылдың балалары жүгіріп алдынан шығады. Мерген аға, сіз ұлды болдыңыз дейді. Оны естіген мерген, мен әке болдым деп қуанып, ауылына келіп той жасайды. Үлкен кішілерді шақырады. Сол тойда бір үлкен ата отыр екен. Соған баланы әкеліп, ата, сіз мына балаға ат қойыңызшы дейді. Ата қолына баланы алады да, оған жау жүрек батыр бол дейді. Білегің күшті, мықты алып бол, денің сау болсын деп әкесіне баланы береді. Бала күннен күнге өсе береді. Осы сендер құсап өседі, бірге ойнайды. Не ойнаса да қолына ұстаған нәрселері сына береді. Соның бір күні әткеншек ойнайды. Бір жақта 5-6 бала отырады, ал бір жағында бір өзі отырады. Жаңағы қыздар мен балалар толағайды келеке қылады. Оған ыза болған толағай жаңа қатты бүйтіп секіріп қалғанда қыздар 5-6 аспанға ұшып, малдардың жинайтын шөбінің үстіне түседі. Енді бір кезде арттан бір шал өте алмай жатады, ешегін тартқылап, отын арқалап келеді, жүгі бар ар жағында. Сөйтсе шалды да көтереді, есекті де көтереді, отынды да көтеріп жағаға әкеліп тастайды. Күшіне қайран қалған шал, ой тұрмай, денің сау болсын, бақытты бол деп батасын беріп кете береді. Енді бір күні бір түлкі саршұнақты жейін деп жатыр екен, бүйтіп қорқытып. Сонда жейін деп артына жүгіріп келеді, құйрығынан ұстап алады да лақтырып жібереді. Жаңағы. Бір күні әкесі бүйтіп ағаш алып, анандай резинкасын кигізе алмай жатыр екен, күші жетпейді. Әке, мен кигізіп жіберейінші дейді. Мә деп қолына берсе сатта қалады. Күшті да қол қатты ұстайды. Сонымен әкесі оны бір күні аңға алып шығады. Әкесі бір күні оны аңға алып шығады. Аңнан жаңағы маралдарды, жаңа ақбөкендерді атып, әкесі екеуі үйіне келе жатса, әкесі шаршайды. Айтады, балам, тынығып алайықшы, мына жүкті көтере алмай кеттім дейді. Сонда баласы айтады, онда мына менің ақбөкеннің үстіне қоя салыңыз, екеуінде көтеріп жүре берейін дейді. Сөйтіп, екеуінде көтеріп біраз жерге келеді. Келгесін бала да шаршайды. Сосын айтады, әке, демалайықшы дейді. Жай, демалсақ демалайық деп, аңдарын жерге қойып, екеу сен ұйықтай бер, мен біраз былай жүріп қайтайын дейді. Сөйтіп, баласы ұйықтап қалады. Ақырын жүріп келе жатса, бір жолбарыс, үлкен жолбарыс, жаңағы ана кісіні аңдып тұр екен да, жүгіріп келіп әкесіне бас салады жаңағы жолбарсын. Оған күші келмей әкесі айқайлайды баласына, балам, тұршы, мынау мені өлтіретін болды дейді. Жүгіріп, ана көзін ашып алады да, көреді де, жүгіріп келеді, жаңағы жолбарыстың құйрығынан алып, айналдырып, лақтырып жібереді. Сөйтіп әкесін аман алып қалады. Солай бала өсе береді, үлкен жігіт болады. Бір күндері, бір жылдары қуаңшылық болады далада. Аспаннан жаңбыр жаумай, елдердің егін ексе, дән шықпай, адамдардың бәрі аштан қырылатын болып, Аллаға жалбарынып, бүйтіп қолдарын жайып, көктен жәрдем сұрайды. Маған жәрдем берші, бізге жаңбырды келсінші, мынау өсімдіктердің бәрі өссінші, біз дән алып жейік, қарнымыз тойсыншы дейді. Оны қарап тұрған толағай шешесіне айтады, анасына. Ана, мен өз еліме не істей аламын дейді. Қалай жәрдем беремін? Қалай мен жауын жаудырамын? Жауын жауатын жер бар ма екен деп сұрайды. Сонда анасы тұр. Тарбағатай деген тау бар екен. Оның басынан болып кетпейді екен. Үнемі жаңбыр жауып тұрады екен дейді. Оны естіген толағай ереу киініп, мен сол жаққа барамын деп, жаңағы Тарбағатай жаққа кетеді.
әке шешесі жолың болсын балам деп батасын беріп қалады. Қыр асады, тау асады, бір үлкен тауды алыстан көреді. Қараса төбесінде бұлт. Ал ол таудың бойында аңдар жүр екен, ағаштар бар екен. Оны қалай енді мен не қылам? Ол алып барады жаңағы тау-пауымен, аңдарымен, жаңа нелерімен жерді ойып көтеріп, арқасына салып алады. Алып қой. Ақырын әрең дегенде бүйтіп жүріп келе жатады, әрең көтеріп. Әрең көтеріп жүріп келе жатады, әрең көтеріп жүріп келе жатады. Сөйтіп, енді демалайын десе, кешігіп қалам-ау, қой тағы жүре тұрайын деп, аяғын тағы да бүйтіп басып, әрең дегенде елдің шетіне жақындайды. Сол кездерде Саршұнақты көріп қалады, баяғы өзі құтқарған түлкіден. Бар, қаш дейді. Өйткені өзі әрең келе жатыр ғой. Егер ана тауды бүйтіп қоя берсе, өзі де өледі, Саршұнақ та өліп қалады, иә? Сонан кейін Саршұнақ қашады ары қарай. Сөйтіп ауылдың шетіне жаңа тауды әкеліп қондырады. Ауылдың балалары болса, апа, анан қара бұлт көшіп келе жатыр, тау келе жатыр, бұлт көшіп келе жатыр деп үйдегі адамдардың бәрі сыртқа шығарады. Қараса жаңағы таудың басында болып, өздерінің жерлеріне келіп жаңбырды төгіп тұрады. Елдердің бәрі қуанады, балалардың бәрі қуанады. Енді шөп шығатын болды жерге, енді дән шығатын болды жерге деп. А Саршұнақ болса, толағайды құтқарып алады. Жерді қазып, жердің астынан толағайды шығарып алады. Сөйтіп, үй іші де бақытқа кенеліпті. Ел жұрт та жаңбыр жауса, толағайдың жаңбыры жауып жатыр деп қуанады екен. Сөйтіп, барлығына не